Кешегі күні Мерекейдің бір қызы бар, ана Мерекей заводы бар деп Америкада деп жүрді ғой. Өз көзімен көрді, что Мерекейді грин деп шығарып отыр. В шоке болды. Дейді да. Мен айтамын, көрдің ба не үшін Мереке қымбат? Түсіндің ба Мереке не үшін қымбат? Лориаль, Шварцкопф, Барфс, бағанағы, не деді анау, Estee Lauder, онан кейін анау, не бар ғой, Шизайда деген брендовый косметикалар ғой. Барлығы сол жерде шығарып жатыр да. Аналар соны көріп шоке болды. Мен айтамын, конечно, коробкасына Made in Франция, Made in деп кім істеп жатыр? Бәрі Қытай істеп жатыр. Менің подружкам Астанада французский дом ұстайды. Бәрі Қытайдан әкеледі. Москвада упаковать етеді. Сөйтеді да, алып келеді, прям канистр алып келеді, Москвада бутылкаларды құяды да упаковать етеді, сөйтеді да французский домда сатады. Вот и все. Потому что бәрін істеп жатқан Қытай. Ойламаңдар. Өткенде біреу айтады да маған, іш киімнен бастап қараса, Қытай істеймін да істемеймін дейді да маған. Істемей-ақ қой деймін да. Бірақ сен итің болып осыған жолғасың тағы да деймін да. Бірақ бір жылдан кейін сен қайтадан жүгіріп келесің деймін да. Сөйтсем, мен только бренд киемін дейді да. Іш киіміне дейін Қытай деймін, іш киім қайдан білесің Қытай? Ол Өзбекстанда қойды да. Сырт киіммен Турцияда қойды да. Мына Турцияның бүкіл бренді, мен саған адресіне дейін бере аламын деймін да, фабриканы. Бүкіл бренді Қытайда істелінді. Түсініп тұрсыздар ма? Ана Өзбекстанның матасына дейін бар емес пе? Өзбекстан тоқиды болса, атасын басы Қытайда оқиды, Өзбекстан оны сатып алып деген болды. Сондықтан сіздерге бір-ақ нәрсе айтамын. Бүгін келген мүмкіндікті жіберіп алмаңыздар. Бүгін келген мүмкіндікті жібермеңіздер. Именно бүгін мүмкіндік келіп тұрма, Алла тағала сендерді, мен айтамын да, бүйтіп айтамын, Алла тағала мүмкіндікті беретін адамдарды әкеледі екен да. Оны естіген адамдардың құлағын ашады екен. Көрем деген адамдардың көзін ашады екен. Бірақ осы жерде бұйырмай кететіндер бар. Ұрыс болып, тапаса бересіңдер, кетіп қалдыңдар. Бірақ бар емес пе сонда кетіп қалғандар, мені боқтап ұрысқандар, солардың бәрі қазір жалынады ғой, туыстарым ғой мен бірінші айтқаным. Қазір жалынады ғой. Неге? Потому что үйдің үйін алып жатырмын, машинаның машинасын алып жатырмын. Олардың бәрі в шоке. Кеше ғана кредитін жаба алмай қарыз сұрап жүрген айналып. Үйі жоқ. Мына Бауыржан Момышұлы Қандалада үйде тұрып жатқан. Мен реально айтамын, аузында тісінде жоқ. Дато нерв болғаннан тісінде түсіп қалған. Шынымды айтамын, это реальный нәрсе. Мен сендерге еш нәрсе қосып отқан жоқпын. 6 айда мен кредитін жаптым, 45 миллион алдым. Мен просто жетістігім. 6 айда мен күйеуіме автопрограммадан 6 айдың ішінде 15 рет автопрограмманы айналдырып, мен 40 мың доллар алып, күйеуіме машина алып бердім Санта-Фе. Түсініп тұрсыздар ма? Одан кейін үйде алдым. Тағы да балдарымды үйлендіріп, енді көп нәрсе істеп жатыр, мен оның бәрін айта бермеймін десіп. Но мен сіздерге айтамын, қазір беріп тұрған мүмкіндікті жіберіп алмаңдар. Өйткені әкімнің орны баласына қамайды. Директор школдың орны баласына қамайды. Ертең-ақ ол 6 секунд той болады ғой, ана сорып деп нақты жібере салады. Түсініп отырсыздар ма? И еш нәрсе, вечный нәрсе жоқ. Но сіздер білемесіздер, бұл жерде сіздер крупный миллиардермен жұмыс істейсіздер. Біздегі президент Ильян Сю 8-ші уровеньдағы миллиардер кісі. Кредит жоқ ешқандай. Біреулер көп адамдар келеді, жабылып қалмай ма, тоқтап қалмай ма, лақтырып кетпей ма? Несіне лақтырады? Бұлар өкіметке бәленбай налог төлеп отырса, бәленбай инвестиция Қазақстанға құйып жатса. Сендер бастарына, орыстарда бірақ сөз бар. Дают берейін. Бьют, беги деген. Дұрыс па? Беріп жатыр ма мүмкіндік? Осы жер 100 жыл деп жатыр ма? 100 жылға біз қазір контракт қылып жатырсыздар, 100 жыл деді ма? Сен 100 жыл емес, саған ше ма? 2-ақ жылдың ішінде өмірді өзгертіп жіберді ғой. 2-ақ жылдың ішінде. Неге өмірлерін өзгертпеске? Это все ваших рук.